Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында лаваш немесе жұқпа дайындаймыз. Ұнға тұз, сұйық май, жылы су құйып, араластыра отырып, сұйық қоймалжың масса дайындаймыз. Отқа құрғақ табаны қойып, майлап, қызғаннан кейін сұйық массамызды құйып, екі жақ бетін аударып пісіреміз. Құрамы өте қарапайым, жасалуы жылдам. Егер табаларыңыздың көлемі үлкен болса, әрине үлкенірек лаваш дайындауға болады. Ортасына кез келген өздеріңіз ұнататын салманы саласыздар. Мен ас қаймақ, тартылған ет, картоп, қызанақ, қияр, ірімшік салып орадым. Қысып тұрған табаға қоямыз, екі жақ бетін қызартып аламыз. Өте жылдам, өте дәмді, жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.